Сен мені жексұрын қылма. Сонда не өткізесің? Оны айта алмаймын Сақа. Автобусынан қалып қойған едім, ала кетіңізші. Отыршы. Өшір автобус, есікті аш. Сендер білесіздер ме, бұл кімнің автобусы екен? А? Мен қазір. Автобус жүргесі бұл. Асқар біздің келе жатқанымызды қайдан біліп қойған? Бұл жоспарды үшеумізден басқа ешкім білмейтін. Мынау кімдікі? Алло, анашым. Сұңғат! Сұңғат деймін. Жанырмай таусылық баған сияқты. Дененің стресске түскенін адамның қимыл қозғалысынан байқауға болады. Бұндай қозғалыстар төртке бөлінеді. Олардың біріншісі. Адамға қолайсыз сұрақ қойылған кезде жауап беруші қолдарын айқастыруы, еріндерін тістеуі және басқа да өзін тынышталдыру мақсатында жасалатын қимыл қозғалыстар. Екіншісі. Адам өзін өзі оқшаулайды. Мысалға, өтірік айтатын адам өз жауабынан кейін қолымен бетін, көзін, мұрнын жабуы мүмкін. Немесе сұрақ қоюшымен ара қашықтықты өзгертеді. Және соңғысы, алдындағы заттардың орнын қозғалтып, қолына бір затты алып, соны шұқылайды. Көмектесіңдер. Жап аузыңды. Аға жіберіңізші. Шығарма үніңді. Аға. Көмектесіңдер. Аға, мен тек тасушымын, басқа ештеңе білмеймін, аға. Шамамен 20 жыл.
А? Шамамен 20 жылға сотталады тасымалдаушылар. Білесің бе соны? Үлкен көлемде есірткі сақтау және оны тасымалдау. Ұйымдасқан қылмыстық топ. Айта берсең шыға береді. Қысқасы қораға кірдің ғой, бауырым. Жасың қаншада? 21-де аға жасым. 21. 40-тан асқан соң шығады екенсің, е? Қанша болды айналып жүргеніңе? Жарты айда болған жоқ. Тауарды кімнен аласың? Маған тауарды әкеп береді. Мен жазылған мекен жайға жеткізем. Нақты тауарды қайдан аласың? Әр кезде әртүрлі адам келеді. Бізге олармен сөйлесуге болмайды. Басқа ешкімді танымаймын. Алдай алмайды екенсің, е? Аға, енді не істеуге болады? Ештеңе. Бөлімшеге барамыз. Енді не істедім? Үйдегілерге немді айтам? Не болды сонша? Сонда аналардың ақшалары сенің жарты өмірмен тең бе? Шоқан деген атты ғана білем, аға. Бізге келіп түсетін тауарларды бақылап, айналысқа түсіретін сол адам. Шоқан туралы тағы не білесің? Аға, көп ештеңе білмеймін. Естуімше ол Мәжит деген кісінің баласы. Сен сонда бар жасырғаның осы ма? Бұл нақты емес. Жігіттердің айтуы бойынша ол кісілердің жоғарыда адамы бар. Айта бер. Соның арқасында Шоқан жақын арада барлық есірткі саудасын өз қолына алатын көрінеді. Аға, жіберіңізші, өтінемін сізден. Аға, жібересіз бе? Неге мен саған сенім керек? Мені тыңдашы, бауырым. Сен қазір осылай жүргенің сенің ақылдылығыңнан емес. Егер сен полиция қызметкерлеріне керек болсаң, сені біздер қуыс-қуыстан іздеп жүріп тауып аламыз. Білесің бе соны? Иә, аға. Біз сендер туралы барлығын білеміз, түсіндің бе? Түсіндім. Аға, жібересіз бе? Жіберіңізші, мен енді қайта алмаймын. Рас айтам, аға, жіберіңізші. Жігіттік сөзің бе? Нан ұрсын, аға, анамның ақ сүті. Енді жоламаймын, шын айтам сізге. Бұл не? Мед? 0,7 грамм. Көріп тұр. Тағы бір өтістің ба? Сен миыңа сөз кіре ме, кірмей ме осы? Енді құр босқа отырған шығар. Кім бос отыр? Сен бе? Жоқ, мен отырған жоқпын. Айтайын деген... Сен әлі өткен айдың есептерін тапсырған жоқсың. Өткізем. Соза бермей өткізбейсің бе енді? 1-2 күнде дайын болып қалады. Енді қағазбен айналысқанша пайдалы жұмыспен айналыспайын ба? Сонда түнгі рейдтердің пайдасы бар ма? Енді бір бала болсын, сол бәлеге жоламайтын болады. Тікенекті түбірімен жұлмасаң, бір талдап жұлған пайдасы жоқ. Бір бала болмаса, орнына басқасы бар келетін. Енді ақырындап сол бәлен басында отырғандарға жетпейін бе? Ал қайда енді жаңа ұстаған? Одан керек ақпаратты алдым да, жібере салдым. Сен ол басындағы ми ма жоқ толған су ма?
Енді оның қамағаннан пайда жоқ қой. Енді мен саған не айтып отырмын? Әркім өз ісімен айналысу керек. Бұнымен екінші бөлім айналысады. Базаралы Тоқтарұлы, мен айналаның уланып жатқанын көре тұра қалай қағаздармен жұмыс жасайын? Одан да ақырындап ана Шоқан, Мәжет дегендер түрмеге отырғызбайын ба? Тоқта. Сен бұларды қайдан естідің? Кеше ұсталған жігіт айтты. Тағы не білесің? Әзірге ештеңе білмеймін. Біліп жатсам сізге айтамын. Райымқұлов, кешегі әрекеттерін тағы қайталайтын болсаң, бірден жұмыстан ұшасың. Түсіндің бе? Түсіндің бе деймін? Иә, түсіндім. Бар, бос. Райымқұлов, тұра тұр. Отыр. Мен дұрыс түсін, Райымқұлов. Сен ойлағаннан кейін айтып отырмын. Жаңағы айтқан адамдарың сенің күнде ұстап отырған жас балалар емес. Қателікті кешірмейді. Ойланбай жүріп шоқ бассаң, кесірі саған ғана емес, бүкіл бөлімшеге де тиіп кетеді. Білем. Сені жақсы түсінемін, Райымқұлов. Жұмысқа деген талпынысың да ұнайды. Бірақ бұны керек жерінде пайдалану керек. Бопты. Сені бір сынап көрейік. Жақында бір операция болады. Екінші бөлімге қосыласың. Елімізде есірткі бизнесін ұстап тұрған біз білетін екі ұйым бар. Солардың бірін басқарып отырған Сүлейменов Ерғали. Лақап аты Жоңғар. Бұрын 2 рет сотталған, есірткімен жасырын айланысып жүргеннің 13 жылдан асқан. Қазір синтетикамен айланысып, жас балаларға да сатып жүр. Алдарында қағазда метамфетаминнің түрлері мен зияны көрсетілген суреттер бар. Тыңшыларымыздан алған ақпаратқа сүйенсек, Жоңғардың жағдайы қазір қиын. Бұрын оң қолы болған Асқар деген біреу қазір бақталасының жағына шықты. Мәжит. Ау. Бақталасын айтамын, Мәжит деген біреу емес пе еді? Оны осы операция біткен соң анықтаймыз. Қазір дұрыстап тыңдап алыңдар. Оң қолы жауына кеткен соң Жоңғардың жолдары жабыла бастады. Енді бақталаста ұтылмас үшін ол бар жиған тергенін салып, үлкен бір келісімге отырмақшы. Біздің операцияның мақсаты Ерғалиді адамдармен қосып, қылмыс үстінде ұстап, тауарын тәркілеу. Қашан, қай жерде екені белгісіз. Ерғали адамдарын айтқан бетте біз бірден хабардар боламыз. Оспанов, Мұратов, Райымқұлов, сендер таңертеңнен жиналыңдар. Қалғандарың байланыста болыңдар. Кез келген уақытта хабарласамыз. Боссыңдар. Райымқұлов, берге. Сені бұл операцияға не үшін шақырды деп ойлайсың? Тәжірибе жинау үшін. О да бар. Бірақ негізгі себеп ол емес. Операцияда маған сенің адамдар керек. Саған сенуге бола ма? Иә, әрине. Операцияда байқаған кез келген нәрсеңді маған жеткізіп отырсың. Жарай ма?
Кел отыр. Аға, тез болыңызшы, тез. Не болды, қайда асықтың? Гүлзира апай келе жатыр. Мені көріп қойған сияқты. Не болды, сабағынан қашып кеттің бе? Жай ертерек шыққан едім. Әй, қашқын, жүр кеттік. Белдің тақ. Аға, Оу. бағанағы суреттер не? Қорқынышты екен. Ол жұмысқа байланысты ғой. Сен ол суреттерге қарасаң, түнде жаман түстер көретін боласың. Туф, мен кішкентай қыз емеспін ғой. Жаным ау, сен мен үшін балапансың ғой. Сонда сіз тауықсыз ба? Жоқ, мен аға балапанмын. Сонымен, бізден жасалған донер жейміз бе? Иә. Кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? 2 донер тауықпен бере саласыз ба маған? Не ішесіз? 2 айран бере салыңыз. 1 донер пиязсыз. Міне донер. Пиязсыз ғой, иә? Иә, пиязсыз. Рахмет, ас болсын. Өзіңе ас болсын. Мен де пияз кетіп қалған сияқты. Иә. Үйге келмей кеттіңіз ғой. Біз кеше ет асып күттік. Мен апаңа айтып едім ғой, бара алмаймын деп. Сендерге айтпадым мен? Жоқ. Жарайды. Келесіде босағанда барам, жарай ма? Жігітше ме? Жігітше. Что екен еді өнер? Иә. Кілтің бар ғой, ә? Иә, бар. Апаң келгенше үйден шықпай отыр, жарай ма? Жақсы. Кірген соң маған хабарлас. Жарайды. Сау бол, балапаш. Көріскенше. Жетінші тыңдап тұр. Жағдайды баянда. Нысан жүрісін жалғастыруда. Кездесу орнына жақындағанда байланысқа шығамыз. Қабылданды. Екінші, жетінші байланыста. Екінші байланыста. Нысан Гоголь Төлебаев көшелерінің қиылысындағы қоймаға кеп тоқтады. Қабылданды. Бақылауды жалғастырамын. Құп болады.
Өстіп отыра береміз бе? Иә. Ал сен қалай ойлап едің? Көбіне осылай болады. Мен де басында ойлайтын. Атыс, шабыс, күнде шытырман жағдайлар болады деп. Бірақ мына сияқты бәлелерді жақсылап тұрып аңду керек. Айғақ дәлелсіз бұларды ұстаудың пайдасы жоқ. Ішің пысып отырса, дүкенге барып келсеңші. Әйтпесе шөл қысып кетті. Нешесіңдер? Соға салшы, салқыны болса. Маған да. Екінші. Екінші байланыста. Нысан қоймадан шықты, бөтен ешкім байқалмады. Рахмет. Тапсырма аяқталды. Бөлімшеге келіңдер. Қабылданды. Екінші байланыста 7-ші. Екінші тыңдап тұр. Қозғалыс басталды, нысанды көріп тұрмын. Көлікте отырып жатыр, дайын болыңдар. Қоймадан 2 көлік шықты. Адам саны көп. Біразында қару бар сияқты. Қабылданды. Бақылау жалғастырылды. Қабылданды.
Асан әуежайға бара жатыр. Біз алдынан күтіп аламыз. Кез келген жағдайға дайын болыңдар. Күдік тудырмаңдар. 7-ші, бақылауды жалғастыра бер. Әр қадамын хабарлап отырыңдар. Қабылданды. Тоннельге жақындадық. Райымқұлов, қайда кеттің? Сені көрмей тұрмыз. Нысан келіп тоқтайтын түрі жоқ. Қару қолдану рұқсат сұраймын. Рұқсат. Жетінші. Жағдайды баянда. Ерғали ұсталды ма? Байланысқа шығыңдар. Екінші атыс барысында 2 көлік ұсталды. Ерғали 2 жендетімен қашып кетті. Көліктерде сөмке бар ма? 2 сөмке бар. 2-еуі де бос. Операция аяқталмады. Ерғали тұтаймыз.
Тоқтаңызшы аға. Ей, дөңгелекке түсіп ала алмай жүрсің бе? Кешіріңіз аға, ала кетіңізші, автобусымда қалып қалып едім. Маған не қыл дейсің, жаяу бар онда. Ашуланбаңызшы аға. Ала кетсеңші енді, асығып тұрған шығар. Расымен аға, отбасым ана автобуста кетіп қалып еді. Отыр. Ой, рахмет аға. Жолдың ақысын білетін шығарсың. Иә, білем. Мына жер бос па? Иә, бос. Алло, анашым? Райымқұлов, қайдасың сен? Иә, отырдым автобусқа. Қайдағы автобус? Аха, Сайраннан. Қазір шықтық. Сіздер жеттіңіздер ме Қорғасқа? Сайраннан Қорғасқа? Сөмке соларда ма не? Аха, хабарлама жазып отырамын ғой. Түсінікті, бақылауды жалғастыра бер. Мынау ескі жол емес пе? Бұнда не бар? Аға, неге басқа жолға бұрылдық? Аға, Не болды? неге басқа жолға бұрылдық? Осылай тез жетеміз. Қысқа жол. Жаңа жолмен айналып барғаннан осы жақсы. Қолдарын көтеріңдер. Жап аузыңды. Киімдер ғана. Қайда, ей? Аш сөмкеңді. Не қарайсың? Аш дейм сөмкеңді. Бар реттеп кел. Өзім қарай тұрам. Заты ананың сөмкесінде ме? Әкел сөмкені. Әкел дейім. Автобус жүргес бұл. Барлықтарын артқа отырыңдар. Бол! Керек кезде неге телефон көтермейді бұлар, Не істейміз? Тоқтауға болмайды. Олар артымыздан қуып жетіп алуы мүмкін. Үлкен жолға шыққан соң, автобус тастап басқа көлікке отырып, шекараға баруымыз керек. Бастаған ісімізді аяғына дейін жеткіземіз. Анау тұрған үйді көріп тұрсың ба? Соған қарай жүр. Мынау кімдікі? Кімдікі деймін? Сүмелек, көтер қолым. Көтер қолымды! Сұңғат! Сұңғат деймін. Не? Неге тоқтадық? Жанырмай таусылық баған сияқты.
жақсы айтыңылар. Жетпей тұрған осы еді. Арамызда комитеттен адам бар екен. Берік, сен мұқият бақылап отыр. Мен жүк бөлімін көріп келейін. Көтер қолыңды. Анау сияқты болғыларың келмесе тырп етпей отырыңдар. Су. Телефон қайда? Алло, әке. Асқар өліп қалды. Иә, Сара айтты. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Сөмке менде Ерғалидың адамынан құтылдым. Екіншіше? Бұлар екеу ме еді? Иә, маған екеу деп айтты. Мен оның кім екенін біліп тұрған сияқтымын. Бұл керек пе сіздерге? Иә, тиіспе. Ол керек болады. Қайдасыңдар? Біз ескі жолдан бұрылып кеттік. Бір үйді көріп тұрмын. Автобус менің бақылауымда, қазір ана Сарыға қарай жүреміз. Жақсы, мен де жолдамын. Автобустағылар не істеймін? Үйге алып кел қонаққа. Ау? Сондайда сұрақ болар ма еді? Тастап кет сол жерге. Жақсы. Жақсы, әке. Не тұрс? Кеттік артқа. Қашқан жерлеріңе барамыз. Жанармай жоқ. Анасы сорлы. Ажалына неге асықты десем? Түсіңдер барлығың. Бол! Тез! Otur.
Бері кел. Ал аны. Құй анаған. Бол. Я, әке. Шоқан, автобус Алло. бар, абайла. Алло. Автобуста Естілмейді. абайла. Комитеттің адамы бар деймін. Кім? Комитеттің Кім бар? адамы бар деймін.